Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен мен математика пәнінің мұғалімі Жанер Керболатқызы. Және бүгінгі біздің қарастыратын тақырып қысқаша көбейту формулалары. Ең алдымен сабақ мақсатымен танысып өтсек. Сабақтың мақсаты қысқаша көбейту формулаларын түсіну, есеп шығаруда формулаларды қолдану және жасанды интеллект арқылы үйрену. Сен калькуляторсыз 49-ның квадратын қалай тез табуға болатынын білесің бе? Ең алдымен а плюс б-ның квадраты тең болады а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат формуласын қарастырсақ. Яғни, екі өрнектің қосындысының квадраты формуласы. Формуланы қорытып шығару мақсатында біз квадратты қарастырсақ. Яғни, квадрат бізде бүкіл қабырғасы тең фигура. Біз бүкіл қабырғасын, яғни а плюс б ретінде қарастырсақ, бұл жерде а плюс б және мына қабырғасы да а плюс б болады. Енді осы квадраттың ауданын табайық. Квадраттың аудан формуласы s тең болады а көбейтілген а. А дегеніміз бұл жерде қабырғасын білдіреді. Бірақ бізде қабырғасы а плюс б ғой, онда біз аның орнына а плюс б-ны жазамыз. А плюс б көбейтілген а плюс б. Ол тең болады а плюс б-ның квадратына. Енді бізге берілген квадратты 4 бөлікке бөліп қарастырсақ. Мына жерде бізде 2 квадрат және де 2 тікбұрыш пайда болып тұр. Енді осы кіші квадраттың қабырғасын аға теңестіретін болсақ, яғни бүкіл қабырғасы а деген сөз ғой, және де үлкен квадраттың қабырғасын б деп алсақ. Енді былай істейік. Кіші квадраттың, яғни көкпен берілген квадраттың ауданын табайық. Оны s деп белгілейік. Квадраттың аудан формуласы бізде а квадратқа тең, қабырғасы а болғаннан кейін өзгеріссіз қалдырамыз. Келесі s жасыл деп жасыл квадраттың ауданын табайық. Қабырғасы б болғандықтан ол бізде б квадратқа тең болады. Енді бізге берілген бірінші тікбұрыштың ауданын тапсақ, ол тең болады бізде. Бір қабырғасы аға, екінші қабырғасы б-ға тең. Қарама-қарсы қабырғалар өзара тең болғаннан кейін біз а көбейтілген б ретінде қарастырамыз. Дәл солай екінші тікбұрыштың ауданы да а көбейтілген б-ға тең болады. Себебі қабырғалары өзара тең. Мына жағы да бізде б-ға тең, мына жері а-ға тең болады. Енді толық квадраттың ауданын табу үшін жаңа ғана тапқан осы 4 ауданды өзара қосып шығамыз. Сонда s тең болады бізде а квадрат қосылған аб дейік, қосылған аб қосылған б квадрат. Мына жердегі аб және мына жердегі аб өзара ұқсас мүшелер. Олар өзара қосылады. Сонда а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадратқа тең. Яғни бізде осы жерден екі өрнектің қосындысының квадраттың формуласы шығып тұр. Яғни а қосылған б-ның квадраты тең болады а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат. Келесі а минус б-ның квадраты формуласын қарастырсақ. А минус б-ның квадраты тең болады а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Байқасаңыздар, екі формула өте ұқсас, айырмашылық тек минус 2аб-да болып тұр. Енді осы формуланы қорытып шығарайық. Бұл қайдан шығады? Бұл жердегі а минус б-ның квадратын біз а минус б көбейтілген а минус б ретінде қарастырсақ. Және де бұл жерде бізде көбейткіштер қазір жеке-жеке осылай бір-біріне көбейтіледі. Минус б-ны көбейтеміз аға және минус б-ны минус б-ға көбейтеміз. Бұл неге тең болады бізде? А-ны көбейтеміз аға, ол бізде а квадраты береді. Келесі а-ны көбейтеміз минус б-ға, минус аб-ны береді. Минус б-ны көбейтеміз аға, минус аб, минус б-ны көбейтеміз минус б-ға, минус пен минус бізге плюс беріп, плюс б квадрат болады екен. Мына жердегі минус аб және минус аб ұқсас мүшелер, таңбалары бірдей. Минус пен минус бізге плюсы беріп, екеуі қосылады. Яғни а квадрат, бірақ алдындағы таңба минус болады. Сонда минус 2аб плюс б квадратқа тең екен. Формуланы осы түрде қорытып шығарсақ болады. Келесі екі өрнектің квадраттарының айырмасы, яғни а квадрат минус б квадрат тең болады а минус б көбейтілген а плюс б формуласын қарастырайық. Ең алдымен қазір біз теңдіктің мына оң жағына назар аударсақ. А минус б көбейтілген а плюс б. Бұл неге тең болады?
Біз жаңа қарастырғандай, бұл жердегі а бізде аға көбейтіледі, дәл солай а плюс б-ға көбейтіледі. Минус б көбейтіледі аға, дәл солай минус б көбейтіледі б-ға. Яғни ол тең болады. Бізде а-ны көбейтеміз аға, а-ның квадратын береді. Қосамыз. А-ны көбейтеміз плюс б-ға, там б плюс б, а-б-ны береді. Так, минус б көбейтілген а минус а б-ға тең. Минус б-ны көбейтеміз б-ға, минус б квадраты береді. Мына жердегі АБ және мына жердегі АБ негізі ұқсас мүшелер, иә? Бірақ таңбалары әртүрлі болған кезде біз не істейміз екенін қысқартып жібереміз. Сонда бізде не қалады? А квадрат минус б квадрат қалады екен. Бұл формуланы осы түрде қорытсақ болады. Ал енді біз сабақтың басында бізге қойылған 49-ның квадраты неге тең екенін калькуляторсыз қалай шешсек болады екен. Соны қарастырайық. 49-ның квадраты дегенімізді, яғни бұл жердегі 49 деген санды біз 50 минус 1 ретінде қарастырсақ. 50-ден 1-ді азайтсақ, бізде 49 шығады. Тек квадратын ұмытпаймыз, міндетті түрде квадрат болу керек. Келесі, енді біз бұл жерде не істейміз? А минус б-ның квадраты формуласын қолданамыз. Жаңа айтқанымыздай, ол бізде а квадрат минус 2аб плюс б квадратқа тең болады. А-ның орнында бізде 50 жазылған, б-ның орнында 1 жазылған. Сонда 50-дің квадраты минус 2 көбейтілген 50 көбейту 1 қосылған 1-дің квадраты. Бұл неге тең? 50-дің квадраты 2500-ге тең. Азайтамыз, 2-ні көбейтеміз 50-ге, көбейтеміз 1-ге, бізде 100-ді береді. Қосамыз 1-дің квадраты, сол 1-дің өзіне тең. Яғни 2500 азайту 100 қосылған 1 тең болады. Сонда 49-ның квадраты 2401-ге тең деген сөз. Құрметті оқушылар, сабақты бекіту мақсатында осы QR-кодқа өту арқылы бүгінгі сабақта меңгерген білімдеріңізді тексеріп, өздеріңізді сынай аласыздар. Бүгін біз қысқаша көбейту формулаларын тек жаттап қана қоймай, қалай тиімді үйренуге болатынын көрдік. Математика – ойлау, ал технология – сол ойлауға көмектесетін құрал. Қысқаша көбейту формулалары есепті жылдам әрі тиімді шығарудың жолы. Жасанды интеллект оқудағы сенімді көмекшін. Енді 51-дің квадраты неге тең екенін ойланып, комментарийге жаз. Сабағын аса, лүпіл бас.